сабақта шартты оператормен танысқан болатынбыз. Оның алғашқысы жиі қолданатыны ол if, else шартты операторы. Одан бөлек бізде басқа да шартты оператор бар, ол switch case деп аталады. Екеуі кейбір кездері switch case if else'ті алмастырады, кейбір кезде бұны қолданған абзалырақ. Біз өзіміздің мына жерде switch.js деген скриптімізді құрдық, JavaScript файлды, және соны біз мына жерге жалғап қойдық. switch.js деп index.html-ді байланыстырып қойдық, жалғап қойдық. Файлды ашамыз, switch.js. Мынандай бір практика жасаймыз, бұйырса банкомат қосымшасын, яғни қолданушыдан тілді теріңіз деп сұраймыз, және соған сәйкес біз хабарлама көрсетеміз. Егер қазақ тілін терсе, немесе таңдаса, біз оған айтамыз, қош келдіңіз деп қазақша тілінде мәтін айтамыз. Ал егер ағылшын тілін таныса, welcome дейміз. Ал ол орыс тілін терген болатын болса, онда біз добро пожаловать деген хабарламаны қолданушыға көрсетеміз. Қысқаша қосымша, бірақ біз осы жерде switch case'ті қамтимыз. Операторға келетін болсақ, switch деп басталады, мына жерде жарықшамен ашылады. Бұның ішіне біз біздің өзіміздің айнымалыны жіберу керекпіз. Айнымалынан біз мына жерден let blank, яғни қолданушы не берсе содан аламыз дедік, prompt деп тереміз. Мына жерге айтамыз select language. Так, тілді теріңіз дейміз. Мына жерде біз соны аламыз да, мына жерге саламыз, switch length'қа. Және бізде фигуралы жақшаны ашамыз. Біз switch case екі нәрседен тұрады дедік, switch және case. Case дейміз да, егер қолданушы қазақ тілін терген болатын болса, kz. Фигуралы жақшаны ашамыз мұнда, және біз оған alert деп қош келдіңіз дейді. Қош келдіңіз деп жібереміз. Және біз бұл жерде break деп жазу керекпіз, яғни осымен операторды бітір. Осымен шығып кет деген сөз. Бізде басқа да яғни кейстер болады. Мысал ретінде ол қазақ тілін қамтыды да. Енді бізде орыс тіліне байланысты. Егер қолданушы орыс тілін терген болса не болады? Онда біз alert добро пожаловать дейді. Түсінікті. Енді тағы да біз ағылшын тілге терген болса, English, қысқаша alert, біз мына жерде welcome дейміз. Welcome. Бізде дайын, қолданушы қазақ тілін терсе қош келдіңіз, орыс тілінде терсе добро пожаловать, ағылшын тілін терсе welcome дейміз. Және де біз мына жерде break деген нені жазамыз, өзімізді арнайы кілте сөзін жазамыз. Өйткені бізде мына breakті жазбаса, біздің кодымыз қай break соңғы қай кезде жазылады, break соған дейін жүреді. Бұл кетіп қалуы мүмкін да төмен. Ол кезде мына орындалуы мүмкін, мына орындалуы мүмкін, қай кезде breakті тапқанша соған дейін орындала береді. Біздің мақсатымыз мына орыс тілін енгізген болса, онда добро пожаловать мәтінін көрсету, ары қарай мына бір switch case операторынан шығып өту. Ол үшін break дейміз. Мына жерде де тура солай. Енді браузерда тексеріп көрейік жазған нәрсені. Біз мына жерде таңдаймыз, бізде conditions, select language дейді. Мына жерге мысал ретінде kz дейміз. Қош келдіңіз деген мәтінді көрсету. Супер. Қайта refresh дейміз. Мына жерде English деп тереміз, ағылшын тілін welcome, және де ru деп тереміз, орыс тілін таңдаймыз. Добро пожаловать. Ал егер қолданушы басқа бір тілді таңдаса, мысал ретінде жоқ тілді таңдаса, айталығы, онда біз система бар тілді қамту мүмкін емес. Біз тек қана бір тілді көрсету керекпіз. Ол кезде достар біз default деген операторды қолданамыз. Default. Бұл да арнайы кілте сөз. Егер мына үш шарттың бірі орындалмаса, мына орындалмаса, kz, ru орындалмаса, n орындалмаса, бізде мына default, яғни бастапқы кей орындалады. Біз былай айтқанда қазір екі группировка жасадық. То есть, егер қазақ тілі болған болса, орындалады, егер мына шарттың ешқайсысы орындалмаса, бізде тағы да қазақ тілі орындалады. Тексеріп көрейік. Мысалы, Español дейміз, испанша терсек қош келдіңіз деген мәтінді көрсетеміз.